Бабалар сөзі ақылдың көзі. Бұл тұрғыда қасиетті қара домбырасын қолына алып, олардың айтқан өсиет өнегесін термелей жөнелетін термешілердің жөні бір бөлек. Әріптесіміз Маржан Болатханқызы сондай асыл мұрамызды бүгінге жеткізіп, насихаттап жүрген өнерпазымызбен сұхбаттасқан болатын. Сол сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Терме қазақ халық поэзиясында қалыптасқан лирикалық өлең түрі. Өнердің бұл түрі еліміздің батыс өңірі мен сыр бойында қолданылған. Осынау текті сөздің төресі, терменің тізгінін ұстаған азамат Бауыржан Бекахметовпен сұхбаттасуды жөн көрдік. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Термешілік өнерге қалай келдіңіз? Кімдер баулыды? Енді атамыз қазақ айтады, Маржантай. Мынау ұядағы не көрсең ұшқанда соны аласың дейді ғой. Менің әкем енді Оразқожа атақты Құтбай Дүрбаев деген ақсақал болған. Әнші, жыршы, термеш, сөксіге шәкірт болған. Содан Құтбай ақсақал атақты ақын Нартай деген кісі болған. Сөксіден бат алған. Нартай Бекежан деген ақсақалдан бат алдық. Сол Нартайдан болып ашық. Көкөртік тұқым сеуіп жерге шашып, кісіге тіршілікте сіз біздеспек, отырмыз сіздерменен дидарласып дейтін бір термелер болатын. Сол жақтан сол Нартай ақсақалдың ұстап келеткен эстафетасы ғой, сөксізден келе жатқан арна деп. Терме көбіне нақыл сөзбен өсиетке құрылады ғой. Осынау ғибратты сөздің астарын түсінетін жастар көп пе? Жалпы қызығушылық қандай? Енді заман түзелді, адамзат сенде түзел деген ғой, Маржантай, Абай атамыз. Сондықтан жастарға топырақ шаша беруге де қарсымын. Бірақ енді жасыратын жоқ, мүмкіншілік болғанша жастайдан рухи, бір қазақи рухта тәрбиелесе, сол балдар Құда қаласа түсінеді ғой. Бірақ енді жасыратын жоқ, менің байқағаным естіден есті туады, тектіден текті туады, тектілік тұқым қуады дейді. Ар жағында санасында бар адам атайын алып, қазығын, суайын алып, жазығын деген қазақ болып туған, сүйегінде қазақ деген қанды қазақ болып аққан адам ертеме кешпейін жастық шақ болады ғой. Албырттық, жастық шақ, айбат шақ, арыстандай деген барлығымыз одан өттік. Бір замандар болды, бізде гитара құшақтап жүрген кездер болды, балалықпен. Бірақ атайын алып қазығын деген осы өнер, осы екен ғой бізге керегі деген сондай бір ой болған. Сондықтан енді Құда қаласа алып кетеді деген ниеттеміз ғой. Жастарда үміт көп. Сол мүмкіншілік болғанша жаңағы жаңылыс жастан кешірім қарттан деген жаңылмас жақ сүрінбес тұяқ болмайды. Бірақ мүмкіншілік болғанша мұсылманкершілігі әсте-әсте кәпір болып бір пәсте деген жайлап-жайлап келеді ғой деген ойдамын да. Ахмет Байтұрсынұлының 40 мысалын термеге қостыңыз. Тыңдаушы қалай қабылдады? Бұл жаңашылдық па? Бұл енді Ахмет Байтұрсынұлы ақсақалдың кітабын баяғы жұртта оқытқызуға болмайтын кезде әкем соны сол кісінің кітабын алып үйде тығып ұстайтын, өзі бір жинақтарын, содан кейін газетке берген сұхбаттарын, сол бұрындан келе жатқандарын іздеп тауып, соны көп оқып отыратын. Соны сол бала жастан айтатын. Жаңа қартайған арыстанның әңгімесін, төрт көзбен мойнақ, одан кейін жаңағы айнаның қарсы алдында маймыл барып, одан жаңа адам мен аюдың достығы деген. Сондықтан енді мысал әңгіме халыққа тез жетеді ғой деген ниетте сол әңгімелерді айтам, сол халық жақсы қабылдайды көбіне. Тез жетеді және тез түсінеді, айтайын деген ойыңды мысалмен жеткізесің. Жаңа қазақ айтады ғой, ымға түсінбеген дымға түсінбейді деп. Ол өзі бір ымдап қана, жай ғана айтып кетесің. Керек адам айнаның қарсы алдында маймыл барып, айнадан өз суретін көре салып, аюға жанындағы күліп айтты, ақырын аяғымен түртіп қалып дейді. Сонда енді қараша маймылдың өзіне өзі күліп атқанын, сол кемшілік өзінің басында да бар адамдар соны жай байқайды ғой енді. Сол елдің ішінде жақсы қабылданады, сол мысалмен айтқан әңгімелер көбіне. Ал Бауыржан мырза қанша жыр термен жатқа білесіз? Енді жыр терме, мынау жасыратын жоқ, бала жастан әкеміздің қасында жүрдік. Енді жасыратын жоқ, біздің тірлігіміз о кезде 76-75 жылдардан бастадық та, бізде шоу бизнес болмады, о кезде той бизнес болды, тойда жүреміз. Ол кезде ансамбль деген аз, халық терме тыңдайды, таң атқанға шейін. Соны Тұрмағамбет Ізтілеуовтың термелерін, Сырдың сүлейлері, Шораяқтың омары, Әбубәкір кердері, сол кісілердің термесін жаттадық. Одан Нартай, бері қарай, Шиелі өңірінен. Одан Құтбай ақсақалдың термелері бар. Одан менің әкемнің сол әрі ұстазы, сол Қайтназар Айтбенов деген ақсақал, ал бір мақал айтайын. Нәпсінің кете берсең тілін алып дейтін. Енді осы сияқты одан халықтың елдің ішінде кейде
ән тыңдап отырғысы келеді, кейде бір қыз келіншектер отырады, олардың ортасында отырған кезде бір анандай ән болса екен, мынандай ән болса екен деп, сол бірталай көп нәрсе жаттағанбыз, бірақ санамаппын осы уақытқа шейін қанша нәрсе. Бірақ енді сол таңға ұрып, 2-3 таңда айтып кеткен кездеріміз болған ғой, термемен, жырмен, әнмен араластырып. Бауыржан мырза, енді аккордеонның үні ерекше ғой. Таңшолпанның көрермендеріне бір терме орындап берсеңіз. Әрине, міндетті түрде бір терме орындап берейін. Маржантай, мына жігітті пендені жалпы кейде жоқшылық, кейде тоқшылық сынайды дейді ғой. Сондықтан енді сол бір жас болдық, қиналып жүрген кезде бір мурабийдегі мотоциклмен басында 15 теңгеден ұн тасып жүретінмін. Соны енді ағайынға беретін жаңа қолымызда тойына сыйлығымыз жоқ. Ең болмаса қазан ошақтың астын жағып жүрейік дейміз. Барып от жағып жүреміз, сөйтсек лақтырған таяқ солының басына тиеді деп біз дұрса беретін. Тамағын суып қапты деп. Ал енді жаңа тойына беріп кішкене сөйткен жігіттер, жас балдар болса да тойдың төрінде отырып алып, майлы-жілікті жаңағы мүжіп жатқан кезде сол кезде жазған өлең еді. Егер қолда дүние болмаса деген, соны бір орындап берейін сіздерге. Жалғыз ана деп қабылдаңыздар. Еркелігің ағаңа жақпас, ертек айтсаң балаңа жақпас, әзілдерің бажаңа жақпас, егер қолда дүние болмаса, әзілдерің бажаңа жақпас, егер қолда дүние болмаса. Нағашыңа көздерің жақпас, жиеніңе сөздерің жақпас, өзіңе де өзгелер жақпас, егер қолда дүние болмаса. Сырластарың сырыңды ашар, жақын досың жаныңнан қашар, әйеліңде айқайға басар, егер қолда дүние болмаса. Немереңде сұрақ қоймайды, сөздеріңде қуат болмайды, ұл-қызыңда құлақ қоймайды, егер қолда дүние болмаса. Қайын жұртың есектейді екен, құдаларың өсектейді екен, жезден малы деп есептейді екен, егер қолда дүние болмаса. Саған ешкім ергісі келмес, қарыз сұра бергісі келмес, түріңді де көргісі келмес, егер қолда дүние болмаса. Түріңді де көргісі келмес, егер қолда дүние болмаса. Дүниесіз пенде көпке сыя алмайды, кей жігіт сиямын деп қиялдайды, ауру болып жүре алмайтын тақыр кедей, жалғыз ана жамандыққа қиялмайды. Ауру болып жүре алмайтын тақыр кедей, жалғыз ана жамандыққа қиялмайды. 70 жұлдыз жағылып, күндей жарық бола алмас, 70 жеңген болса да, ананың орны тола алмас. Көп рахмет, өзіңізге шығармашылық табыстар тілейміз. Жақсылықта, қуанышта жолығайық. Сіздерге де үлкен рахмет.